Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Бүгін бізде 17-ші дәріс. Ад-дарс ас-саби'a ашара. 17-ші сабақ. Мына жақта мына сөйлемдер берілген. Сіздер алдымен видеоны паузаға қойып, мына сөйлемдерді оқып, аударып, жазып шығыңыздар, кейін жалғастырып тексересіздер. Бірінші сөйлем. Абуабул масджиди мафтухатун. Мешіттің есіктері ашық. Лиман хазихил буютул джадидату. Мына жаңа үйлер кімдікі? Хия ли мудири шарикати. Олар компанияның директорыныкі. Ан-нуджуму джамилатун. Жұлдыздар әдемі. Хазихи дурусу сахлатун. Мына сабақтар жеңіл. Фил хинди луғатун кафиратун. Үндістанда көптеген тілдері бар. Айнал кутубул джадидату. Жаңа кітаптар қайда? Хия фил мактабати. Олар кітапханада. Тилка суруру максуратун. Анау төсектер, яғни анау кроваттар сынық. Ас-саатул ябанияту рахисатун. Жапониялық сағат арзан. Хазихил хумуру. Немесе ал-хамиру. Екеуі көпше түрі. Химардың екеуінде қолдануға болады. Хазихил хумуру лил фалахи. Мына есіктер фермердікі. Айна кутубу кунна я ахавату. Сендердің кітаптарын қайда, я қарындастар. Хия фил фасли. Олар сыныпта. Хазихи кутуби ва тилка кутубу ухти. Мыналар менің кітаптарым, ал аналар менің әпкемнің, немесе менің қарындасымның кітаптары. Хазихи макатибу туллаби. Мыналар студенттердің, яғни оқушылардың парталары. Фи хаза шари'i фанадиқу кабиратун. Мына көшеде үлкен гостиницалар бар, қонақ үйлер бар. Енді келесі жаттығулар. Тамарину. Бірінші жаттығу. Аджиб анил асилатил атия. Келесі сұрақтарға жауап бер. Мына жерде дәл солай. Сұрақтарды оқып жауап бересіздер. Видеоны пауза басып кейін жалғастырып тексересіздер. Немесе салыстырасыздар. Айнал кутубул джадидату. Жаңа кітаптар қайда? Хия фил мактабати десек болады. Олар кітапханада. Айнал кутубул джадидату. Лиман хазихил буютул кабирату. Мына үлкен үйлер кімдікі? Хия ли мудири шарикати. Жаңағындай олар компанияның директорыныкі. Үшінші сөйлем. Абуабу сайярати мафтухатун. Көліктің есіктері ашық па? Наам хия мафтухатун. Олар ашық десек болады. Немесе ла хия муғлақатун. Жоқ, олар жабық десек болады. Айна ақламул мударриси. Оқытушының қаламдары қайда? Айнал килабу. Мына жауап береміз. Хия алал мактаби. Олар партаның үстінде. Айнал килабу. Иттер қайда? Хия фиддари десек болады. Олар аулада. Келесі. Айнал хамиру. Есектер қайда? Хия фил хақли десек болады. Олар поляда. Айна кутубуки я Марьяму. Сенің кітаптарын қайда? Я Марьям. Кутуби алал мактаби. Менің кітаптарым партаның үстінде. Айна дафатиру туллаби. Студенттердің, оқушылардың дәптерлері қайда? Хия фил фасли. Олар сыныпта. Айнал фанадиқу сағирату. Кішкентай қонақ үйлер қайда? Хия фи залика шари'i. Олар анау көшеде десек болады. Соңғы сөйлем, соңғы сұрақ. Лиман хазихил ақламул джадидату. Мына жаңа қаламдар кімдікі? Хия лил мударриси. Олар мұғалімдікі. Келесі жаттығу. Хауилил мубтада'a фи кулин минал джумалил атия ила джам'ин. Келесі келген барлық сөйлемдердегі бастаушты, яғни мубтаданы көпше түрге айналдыр дейді. Мисалун, мысал. Албабу мафтухун. Мына жақта мына бастауыш. Албабу. Жекеше түрде осыны көпшеге айналдырамыз. Есік ашық. Албабу мафтухун. Енді есіктер ашық дейтін болсақ. Ал-абуабу мафтухатун. Есіктер ашық. Қараңыздар. Мафтухун
мафтухатун. Мына секілді. Осыған дейін біз ақылды мен ақылсыз жайында өткен едік. Зат есімдердің ақылсыз зат есімдерге егер олар көпше түрде болса, оларға әйел тегінің жекеше түрі қолданылады, иә? Мысалға, хаза китабун не дейміз кейін? Хазихи кутубун көпше түрде. Дәл сол секілді мына жақта да мына сөздерді мафтухатун деген кезде оларды айтқан кезде біздер әйел тегінің жекеше түрін қолданамыз. Мына мафтухатун. Мафтухун болмайды. Хаза қаламун жадидун. Бұл жаңа қалам. Енді осыны көпше түрде айтатын болсақ, хазихи ақламун жадидатун. Бұлар жаңа қаламдар. Ан-наджму джамилун. Жұлдыз әдемі. Енді осыны көпше түрде айтамыз. Ан-нуджуму джамилатун. Жұлдыздар әдемі. Залика китабун қадимун. Анау ескі кітап. Енді көпшесін қалай айтамыз? Мына жаққа мына тамарбутаны қолданасыз. Мына жаққа әйел тегінің жекеше түрі, мына жерге мына сөздің көпше түрі. Тилка кутубун қадиматун. Залика китабун қадимун, тилка кутубун қадиматун. Аналар ескі кітаптар. Залика албайту джамилун, анау үй әдемі. Тилка албуюту джамилатун, анау үйлер әдемі. Хаза дарсу сахлун, мына сабақ жеңіл. Хазихи дурусу сахлатун, мына сабақтар жеңіл. Залика алджабалу баидун, анау тау алыс орналасқан. Тилка алджибалу баидатун, анау таулар алыс. Хаза алмактабу максурун, мына парта сынық. Хазихи алмакатибу максуратун, мына парталар сынық. Хаза масджидун джамилун, мынау әдемі мешіт. Енді мыналар әдемі мешіттерді айту үшін хазихи масаджиду джамилатун. Хазихи масаджиду джамилатун. Масаджиду джамилатун. Мыналар әдемі мешіттер. Хазихи саатун рахисатун. Бұл әдемі сағат. Енді бұлар әдемі сағаттарды үшін жай наны ғана көпше түрге айналдырамыз. Саатун болады. Себебі мынау ол сізді әйел тегінің жекеше түрінде мына жақта тамарбуты бар. Хазихи саатун рахисатун. Түсінікті бол үшін аяққа жазып қойын. Хазихи саатун рахисатун. Енді мына жақта мына жекеше түрде мынау арзан сағат. Енді мыналар арзан сағаттар десек, хазихи саатун рахисатун. Келесі. Тилка таирату кабиратун. Анау самолет үлкен. Тилка таирату кабиратун. Анау самолеттар үлкен. Хаза талибун жадидун. Бұл жаңа оқушы. Хаулаи туллабун жудудун. Бұлар жаңа оқушылар. Залика ар-раджулу тажирун кабирун. Анау кісі үлкен саудагер. Улаика ар-риджалу туджарун кибарун. Анау ер кісілер үлкен саудагерлер. Хаза ан-нахру кабирун. Мынау өзен үлкен. Хазихи ан-анхару кабиратун. Мынау өзендер үлкен. Келесі үшінші жаттығу. ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة. Келесі бос орындарға сәйкес келетін хабарларды қойып шығыңдар, яғни баяндауыштарды. Әл-байту, мына жақта өзіміздің ойымыздан аламыз, сәйкес келетінді.
Al-baytu kabirun. Үй үлкен. Өзіңіз орындап шығыңыздар, кейін видеоны пауза басып орындайсыз, кейін видеоны жалғастырып салыстырсаңыз болады. Ан-нуджуму jamīlatun. Жұлдыздар әдемі. Al-babu maftuhun. Есік ашық. Al-qaламу maksurun. Қалам сынық. Al-buyutu kabiratun. Үйлер үлкен. Al-abwabu maftuhatun. Есіктер ашық. Мына жақта al-babu maftuhun көпшесі, al-abwabu maftuhatun әйел тегінің жекешесі болады. As-sayyaratу jamīlatun. Көліктер әдемі. Al-mindīlu nadīfun. Мана мынау қол орамал, қол орамал немесе салфетка. Надīfun таза. Al-fanadiqu kabiratun. Гостиницалар үлкен, қонақ үйлер. Ат-туллабу jududun. Студенттер жаңа. Al-qumsanu nadīfun десек болады. Қайтадан көлік таза. Келесі 4-ші жаттығу. Хати jam'al kalimatil atiyah. Келесі сөздердің көпше түрін бер. Бабун, абуабун, байтун, буютун. Мынаны жатқа өзіңіз айтып отырыңыз. Кейін бір сөз сайын видеомен салыстырып тексеріп отырыңыз. Байтун, буютун, наджмун, нуджумун, қаламун, aqlamun, химарун, хамирун, немесе хумурун, сарирун, сурурун, нахрун, анхарун, сайяратун, сайяратун, калбун, килабун, таиратун, таиратун, дарсун, дуруsun, бахрун, бихарун, китабун, кутубун, قميصun, قمصان, دراجة, دراجات, حقل, حقول, جبل, جبال. الكلمات الجديدة. мына жақта мына al-qumsanu деген көпше түрі. Al-qumsanu nadīfatun болады. Көліктер таза. Al-kalimatul jadidatu жаңа сөздер. Ash-sharikatu компания, көпшесі шарикатун. Мудиру шарикати компанияның директоры. Рахисун арзан. Al-qamīsu көйлек. Qumsanun көліктер. Осымен 17-ші дәріс аяқталды. Келесі 18-ші дәрісі кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.